Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ең бақытты әйел кітабына шолу жасаймыз. Ең алдымен видеоны көрмес бұрын осы видеоға лайк басып, пайдалы видеомен бөлісе отырыңыздар. Ең бақытты әйел кітабы. Авторы Данияр Сүлейменов. Бұл кітап кімдерге арналған? Құрметті арулар, әпке қарындастар, аяулы қыз-келіншектер, өмірде бақытты болғыңыз келе ме? Онда сізге осы кітапты оқуға кеңес береміз. Егер сіз тұрмыс құрмаған болсаңыз, бірақ бақытты отбасын құрып, болашағыңыздың баянды болуын армандап жүрсеңіз, осы кітапты оқуға кеңес береміз. Тұрмыс құрған болсаңыз, және отбасыңыздағы түрлі қиындық салдарынан танысыңыз тарылып, аспаныңызда бұлт шалса, осы кітапты оқуыңызды ұсынамыз. Біреудің аяулы жары болсаңыз, әрі өзіңізді де, күйеуіңізді де бақытты етудің жолдарын білсеңіз, сізге де осы кітапты оқуға кеңес береміз. Себебі, білгенін пысықтап, есіне салу иманды жан үшін зор пайда. Тәрбиеші немесе ұстаз болсаңыз, осы кітапты оқуды ұсынамыз. Жақыныңыздың біреуі тұрмыс құрса, осы кітапты сыйға тартуға кеңес береміз. Барша оқырман қауымға осы кітапты оқуға кеңес беремін. Әсіресе әйелдер қауымына, бақытты болғысы келетін әйелдер қауымына осы кітапты ұсынамын. Төменге описанияға осы кітаптың сілтемесін қалдыратын боламын. Сіздер үшін пайдалы әрі өте керемет кітап. Ең бақытты әйел болу құпияларын сіз де біле жүріңіз. Ең бақытты әйел кітабынан үзінді оқи кетейін. Пайғамбарымыз бірде, сендерге жәннаттық әйелдің сипатын айтайын ба дейді. Қасындағы сахабалар, әрине, уа Алланың елшісі дегенде, пайғамбарымыз былай деп айтады. Күйеуінің көзайымына айналған және бала туудан қашпайтын, күйеуі ренжитін болса, қолынан ұстаған күйі, отағасы, сіз менен разы болмайынша көз ілмеймін деп, ерінің алдында ізетпен барынша илейтін әйелдер. Егер сіз жәннаттық әйел болғыңыз келсе, күйеуіңіздің алдында салиқалы әйел, ізетті әйел болғыңыз келсе, осы кітапты оқуға кеңес береміз.